Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Біз бүгін тауықтың қарыншасынан, яғни тауықтың асқазаны, орысша куриный желудки деп жатамыз. Тауықтың асқазанынан мінекей бүгін тамақ пісіретін боламыз. Өте дәмді, өте пайдалы болады, сондықтан да жасап көріңіздер. Біз бұны бүгін соя тұздығымен жасаймыз. Қалағауларыңызша өздеріңіз дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Әркім әрқалай жасап жатады. Мен бүгін қосамын: бір бас жуа пияз, 2 бас сарымсақ, сәл ғана сәбіз қосам. Өйткені бізде үйде сәбізбен жасағанды онша ұнатпайды. Сондықтан сіздер қоссаңыздар болады қалауларыңызша. Әртүрлі дәмдеуіштер қосып жасаймыз. Ал енді бастаймыз. Қазір тауықтың асқазаны деп жатамыз. Тауықтың асқазанын жақсылап тураймыз етімізді. Өте ұсақтап керек емес, қалауымызша. Өте үлкен емес, өте кіші емес, орташа тураймыз. Мен бұны жуып бәрін дайындап алдым алдын ала. Өте пайдалы, өте дәмді. Мінекей, барлығын жақсылап турап алдық. Жуамызды, сәбізімізді, сарымсағымызды және мынау укроптың сабағы. Өйткені мен бұны қосатыным, ол ерекше дәм береді қазір. Өйткені бұл қатты болғандықтан, бұл етті қуырып жақсылап суға бұқтырамыз. Бұқтыру барысында осы укропымыздың сабағын қосып жібереміз. Осылай сабаға майымызды құйып, тауықтың асқазанын жақсылап қуырып аламыз. Бұл тауықтың асқазанынан өзінен осылай соғы бөлінеді. Қақпағын жауып, бұқтыра отырып, осылай қуырып аламыз. Жақсылап қуырып, үстінен тұздығымызды қосамыз. Осылай үстінен тұздығымызды қосып аламыз, соя тұздығын. Ол ерекше дәм береді. Жуамызды, сәбіз, сарымсақтарымызды бәрін қосып жақсылап қуырамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өте дәмді болады. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Және жақсылап араластырып, суымызды құямыз. Су құйған кезде етіміз осылай суға батып тұру керек. Өйткені біз осы суда жақсылап бұқтырамыз. Бір қайнатып аламыз да, қатты отта. Одан кейін су қайнағаннан кейін отты бәсеңдетіп, баяу отта асықпай бұқтырамыз. Қазір енді мына укроптың сабағы дедім ғой. Осыны қосамыз. Тұзымызды салдық, дәмдеуіш бұрыштарымызды бәрін қазір қосып жібереміз. Содан кейін жақсылап баяу отта бұқтырамыз. Бір
1 сағаттай 40-60 минут сол 1 сағаттай бұқтырамыз. Сонда біздің мына тауықтың асқазаны өте жұмсақ, дәмді болып, өте жұмсақ болып піседі. Мінекей қайнады, суымыз да қайнап жатыр. Қазір баяу отқа қойып, жақсылап бұқтырамыз. Ол міне сондай өзі қазір осындай болып тұр. Бұдан кейін жұмсақ болып дайын болған түрін тағы сіздерге көрсетейін. Мінекей қайнады, қақпағын жауып, баяу отта 40 минут, 60 минут, 1 сағаттай қайнатып бұқтырып аламыз. Гарнирға макаронымызды қайнатып аламыз. Мынадай макаронымызды қайнатып аламыз. Сіздер гречкамен, риспен, күрішпен, гречкамен, картоптан жасалған пюреден гарнир жасасаңыздар да болады. Бірақ мен бүгін осындай макароннан гарнир жасаймын. Өйткені осы тауықтың асқазанына осы гарнир өте жақсы сәйкес келеді, дәмді болады. Мінекей, сонымен біздің тауықтың асқазанынан жасаған тамағымыз дайын болды. Өте дәмді, өте жұмсақ. Жасап көріңіздер. Гарнирге кез келген күріштен, жаңағы айтқандай гречкадан, пюреден жасасаңыздар да болады. Бірақ маған өзіме осымен ұнайды. Макаронмен өте дәмі жақсы келеді. Жасап көріңіздер, өте дәмді.